Құрметті әріптестер, бүгінгі өткізіліп жатқан форум театрға қош келдіңіздер. Бұл өткізіліп жатқан форум театр Қазақстан бойынша медициналық вуздар арасында біздің кафедрамен құрастырылған инновациялық проект. Бұл өмірде бәріміз актерміз, бірақ азамат болу әрқайсымыздың өзіміздің жүрегімізде. Ары қарай. Құрметті әріптестер, бүгінгі өткізілетін форум театрға қош келдіңіздер. Форум театр әртүрлі топ өкілдері арасындағы әлеуметтік проблеманы шешуге бағытталған интерактивті жұмыс. Бұл айтылған форум театрдың негізін қалаған өткен ғасырдың 60 жылдарында бразилиялық режиссер, жазушы, қоғам қайраткері Аугусто Боал. Ол азаматтықтың мәдениет пен басушылар театрының негізін қалады. Боалдың группасы бірнеше құқық қорғаушы топтармен бірлесе жұмыс жасады. Боал өнердің кез келген адамға, отбасыға, тұтастай қоғамға әсер ететініне сенді және өзінің мақсат етіп дискриминацияның барлық формаларымен күресуді қойды. Адамдарды өз өмірінің негізін қалаушысы болғанын қалады. Форум театрының әдістемесі медиатор, яғни мені басқаша Джокер деп атайды. Біз профессионалды емес актерлар тобымен қысқаша қойылым ұйымдастырамыз. Форум әдістемесі бойынша бізде агрессор, құрбан және нейтралды кейіпкерлер болады. Форум театрының негізгі әдістемесі қатысушылар мен проблема шешуші қатысушылары немесе қиын өмірлік жағдайда ұсынылған спектакль шекарасында проблеманың шешімін таба білу. Форум театрының сюжетін қатысушылар өздері ұсынады. Бұл жағдай олардың өздерінің өмірінде болып жатқан немесе көрген, шешімін таба алмай жүрген әділетсіздік, теңсіздік олардың таң қалдырған проблема болуы мүмкін. Көрермендер форум театрда негізгі ортаңғы орындалады, яғни ол сіздер. Олар тек қана көріп қана қоймайды, сонымен қатар актерлармен орын алмастыра алады. Сонда көрермендер орын алмастыру арқылы сол жерде болып жатқан проблеманы шешуге өз ойымен көмектеседі. Басында проблемалы сцена қойылады. Содан соң көрермендердің тоқта деп кез келген уақытта айту үшін бірнеше рет қойылады. Қойылым тоқталынады, актерлар қатып қалады. Қойылымды тоқтатқан көрермен бір актердің орнымен ауысып, жағдайды өзгертуге тырысады. Көрермендер қойылымды көре отырып, қойылымнан көңілі қалып, жағдаймен танысып, бас кейіпкердің жағдайын қойылым барысында жақсы жаққа қарай бұрып, өзінің жеке ойы, іс-әрекеті барысында арқылы өзгерте алады. Яғни көрермен болып жатқан жағдайда қойылымға белсенді түрде әсер ете аласыздар. Форум театрының техникасы шығармашылықта. Бірақ осы форумның негізін қалаушы Аугусто Боалдың қадағалауды қажет ететін принциптері бар. Олар сюжеттің айқындылығы, протагонисттің, яғни басты рөлдегі ойнап жатқан актердің нақты ойын жеткізілуі, және оған көрермендердің сенімділігі, ол өзгертуге мүмкіндік беру қажет, яғни көрермендер оны кез келген уақытта шығып сол ойынды, рөлді сомдауға тиіс. Форум театр бұл депрессивтілер театры емес, керісінше позитивтілер театры. Құрметті көрермендер, телефондарыңызда дыбыссыз режимге қоюларыңызды сұраймыз. Омаровтар отбасының отағасы Мұстафа абыройлы, өз кәсібінде өзінің еңбегімен көп жетістіктерге жеткен Қазақстанға танымал кәсіпкер. Мұстафаның жұбайы Алтынай үлгілі отбасында өскен, сабырлы, үй шаруасында бір қызды тәрбиелеп отырған ана. Ерлі-зайыпты Омаровтар отау құрғандарына 15 жылдай уақыт болды. Мұстафа мен Алтынай екеуі де бір жоғары оқу орнында оқып жүріп танысып, отбасын құрған. Шетелде отбасылық демалыста жүргенде Мұстафаның денсаулығы сыр беріп ауруханаға түседі. Инсульт алғаны белгілі болады. Мұстафаның ауруына байланысты Алтынай өз жұмысынан бас тартып, Мұстафаның күтімімен айналысады. Аман қалғанына шүкіршілік еткен Мұстафа дін жолына бет бұрады және әйелінің сол жолда жүргенін қалайды. Жұмыстан кейін ашулы Мұстафа үйге келді. Осымен келгенде жинайсыңда жүресің. Мен жоқтан не бітіресіңіз? Не бітіргені қалай? Күнделікті шаруашылығы, таңғы ас бар, кешкі ас бар, аягүлдің сабағына қараймыз. Арасында мен аңға барып келіп тұрамын. Айгүл құрбыңмен қалай араласасың? Айгүлмен жақсы кеше ғана кездестім. Айгүл құрбыңды күйеу бола тұра басқа еркекпен көрдім. Сірә сен де мен жоқты сөйтетін шығарсың. Сіз қалайша онда ойлайсыз? Бос нәрсе берген уақытым да жоқ. Күнделікті шаруашылығымен қалай осындай нәрсемен айналысам? Демек, уақытың болса сөйтер ме едің? Сіз қалайша неге күдіктенесіз? Осыншама уақыт бірге тұрамыз ғой, сіз олай күдіктенбейсіз. Ол Айгүл жақсы адам. Оның жеке өмірі бар, біз оның жеке өмірге қашқалығымыз жоқ.
Мен саған сенбеймін. Сен Айгүл құрбыңның осында істегенін біле тұра оны қорғап тұрсың. Сонда саған ол дұрыс болып көрінеді екен ғой, ә? Неге сіз ол туралы жаман ойлайсыз? Ол есі жеткен әйел ғой. Өзінің өмірі бар, жеке өмірі бар. Біз оның өмірге араласуға құқығымыз жоқ. Не деп тұрсың сен осы, а? Шаршадым мен. Не болды сізге? Мұстафаның осындай қылықтарынан шаршаған, әбден мезі болған алдында құрбысы Айгүлден кеңес сұрауға бел болды. Мұнымен бөліскісі келді. Айгүл, сен қоң бос па, мен саған бүгін кексенді бердім. Жарайды. Ой, сәлем, қоңқай. Кел отыр. Не көңіл күйі жоқ, жылағансың ба түрін жүйі өзгеріп тұрғай. Айгүл, сен білесің ба, мен ең жақсы қызметтерімді. Осыншалық бәріне шыдап бердім. Мұстафа екеуміз барамыз, соңғы кезде қатты өзгеріп кетті. Ол осы нәрсеге айқайлап тұрып қазір тұра тұршы. Алло, сәлем, жақсы, я өзің қалайсың? Жай отырғанбыз, жарайды қазір барамын. Қайда берсің? Ашуланып тұрады. Bir нәрсе болса бұл айқайлап шығады. Ол маған соңғы кезде қолын көтеріп білесің ба? Не істерімді білмей кеттім. Мен ажырасатын шығармын. Ажырасам деген емес, қайдағы ажырасқан? Білесің ба, сен неге қанша ел күтіп тұрғаны болған, тұрмысқа шығуға. Осы қаладағы ең беделді адамдардың бірі екенін білесің. Күйеуің мен сияқты болғанда қайтер едің, күні бойы жұмыс істеп жүресің, сол. Мен сені мүлдем түсінбеймін вообще. Егер де сен өзің ерігіп отырған сияқтысың ғой үйінде шын пысып. Мен сенімен осылай ерігіп отыруға уақытым жоқ, мен жұмыс істеуім керек. Сау бол. Алтынайға құрбысы Айгүл мән беріп түсінгісі келмеді. Оның ойы басқада болды. Енді Алтынай ата-анасына мән жайды жеткізуді жөн санады. Қалай айта бер. Еще Мұстафа, Аярудың қалай. Қызым, көңіл күйің бе? Үйде бірде жағдай бұл. Шаршап кеттім. Осыншама оған сіздерге айтпауға тырысып едім. Барлық нәрсені жасырып келдім. Мұстафаны осы соңғы кездермен мүлдем түсінемін. Оқтарына мен тойдым. Болмашы нәрсеге айқайлап тұрады. Үйге күні келіп ашуы болып келеді. Не істерімді білмеймін, ол маған қолын көтеретін шығар. Мен ажырасам, маған шаршадым, ажырасам. Қызым, сен жақсылап ойлан, сабырға кел. Әйел адам сабырлы болу керек. Отбасы болғасын, ондай жағдайлар болып тұрады. Ешкім сен өзі Мұстафа басынан ауруды кешірді. Мүмкін жүйкесі тозды ма? Сондықтан әйел кішкене сабыр болып шыдау керек. Шыдасын, шыдай алмаймын, мама. Мен ажырасам, шыдай алмаймын. Мен тірі тұрғанда мына өлетте ондайдың болуына жол бермеймін. Егер ажырасатын болсаң, менің қызым емес. Ата-анасынан да көңілі қалған Алтынай шарасыз күйде психологтың көмегіне жүгінуді жөн санады. Здравствуйте, присаживайтесь. Я сізді тыңдап тұрмын. Қандай мәселемен келдіңіз? Дәрігердің отбасылық жағдайын ескеріп тұрмын. Менің отбасымда бір түсініксіз жағдайлар болып жүр. Күйеуім екеуміздің отасқанымызға 15 жыл болды. Арамызда қызымыз бар. Бір-бірімізді жақсы көріп отырғанбыз. Ол соңғы бір күні инсульт алды. Ол инсульттан кейін ол қатты өзгеріп кетті. Мен не істерімді білмеймін, ол үйге ашуланып келеді. Болмашы нәрсеге бұлар шу шығарып отырады. Ол соңғы кезде маған қолын көтеріп те шығады. Мен не істесем болады? Осы мәселеден шығатын бір жолын айтып жіберіңізші маған. Негізі сіздің отбасыңызда қол көтерушілік болса, ол кезде сіз құқық қорғау органдарына барғаныңыз жөн болар.
Мен сізге қанша кеңес берсем де, қанша көмектессем де, мен сізге көмектесе алмаймын. Сіз бұл жайды бейжай қалдырмаңыз. Міндетті түрде құқық қорғау органдарына барыңыз. Мен сізге көмектесе алмаймын. Психолог кеңесінен кейін үлкен үміт арқалаған Алтынай тергеушінің көмегіне жүгінуді жөн санады. Саламатсыз ба? Келіңіз, отырыңыз. Қандай мәселемен келдіңіз? Мен отбасылық жағдаймен келіп тұрмын. Иә, айта беріңіз. Мен отбасымда бір түсініксіз жағдайлар болып жүр. Соңғы кездері осы күйеуіме қол көтеріп шығарды. Осы бір күн бұрын мені даже ұрып жіберді. Не істерімді білмеймін. Кеңес осы жағдайдан шығатын бір жолын айтып беріңіз. Так, онда біз былай жасайық. Міне қағаз, міне ручка. Онда сіз арыз жазыңыз. Болған оқиғаны нақтылап, сипаттап жазып беріңіз. Так, сіздің толық аты жөніңіз қандай? Омарова Алтынай. Омаров ма? Омаров Мұстафаның жары емессіз бе? Иә. Так, көкемнің қалы қалай? Денсаулығы қалай? Жұмыстары қалай? Жаза беріңіз. Жазып болдыңыз ба? Бере салыңыз. Так, бұл кеше болған оқиға, да? Дене жарақатын салды деп жазыпсыз. Дене жарақаты салынған туралы медициналық куәландырылған қағаз бар ма? Так, кеше үйде өтен адамдар болып кетті. Жоқ, ешкім болмаған. Көршілер, көргендер, басқа. Ол кешкісін болған жағдай, ол ешкімге көрген жоқ. Үй ішінде бейне бақылау жазатын камералар бар ма? Жоқ. Так, сіз ешқандай дәлел жоқ, да? Онда біз бұлай жасайық. Сіз қазір жүре беріңіз. Өзім сізге бір хабарын айтам, бір шешімі табылар. Так, сау болыңыз. Бұндай мәселелерге араласпаған абзал, одан да кабинетінде тыныш отыра бермеймін ба? Алтынайға тергеуші де мән беріп түсінгісі келмеді. Ол Мұстафаның беделді адам екенін біліп, ойын бірден өзгерте салды. Арада бірнеше күн өтті. Мұстафа мен Алтынай арасы суып барады. Құрбысынан, ата-анасынан, психолог дәрігерден, құқық қорғау органдарынан да көмек болмаған Алтынай шарасыздан бұл жағдайдың шешімін осы деп тапты. Осы қойған қойылымды қазір біз екінші рет ойнаймыз. Сол кезде залда отырған адамдарымыз қай кейіпкер өздеріңізге ұнады, соны стоп деп қолдарыңызды көтеріп, сол рөлді ойнауға болады. Басынан бастап ойнаймыз.